Полиция департаменті бұл ішкі істер органдағы маңызды құрылым. Полиция қызметкерінің басты міндеті қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау және заң бұзушылықтың жолын кесу. Полиция қызметкері кез келген жағдайда сақадай сай болуы тиіс. Тәуліктің кез келген уақытында және ауа райының түрлі құбылысына қарамастан шақыртулар мен штаттан тыс жағдайларға дайын болуы қажет. Полицейлердің кәсіби іс-әрекеті адам өмірінің аман қалуына тікелей ықпалын тигізеді. Жалпы полиция қызметкері халықтың қорғаны, қылмысты ашуда, қауіпсіздікті сақтауда полиция қызметкерлерінің еңбегі өте маңызды. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың полиция қызметі сервистік модельге көшу талаптарын жүзеге асыру мақсатында Шымкент қаласы полиция департаменті, Қаратау ауданы полиция басқармасы қоғамдық қауіпсіздік пен тәртіпті сақтау, осындай келеңсіз жағдайлардың алдын алу мақсатында ұдайы қызмет атқарады. 2021 жылы жұртқа жақын полиция қағидасына сәйкес жұмыс жасайды. Аудандағы жалпы қылмыстық жағдай тұрақталып және ағымдағы жыл басынан барлық қылмыс түрлерінің ашылуы жоғарылаған. Қазір таңда бізде қару профилактика іс-шарасы, пәтер профилактикалық іс-шарасы, мигрант іс-шарасы өтуде. Соның салдарынан бізде қылмыстың төмендеуі, қылмыстың алдын алу мақсатында жүргізіліп жатқан іс-шаралар. Солардың арқасында бізде бір шама қылмыстан азайды. Оның сонымен қатар бізде полиция қызметкерінің халықпен бір қадам жақын болу мақсатында 102 қағидасы жүзеге асырылып жатыр. Соның салдарынан бізде бір тама Қаратау ауданында қылмыстар азаюда. Ұрлық істері бізде жалпылама бұл бағытта біз қылмыстың алдын алу мақсатында жұмыс атқарып жатырмыз. Жаңағыдай айтып өттім, іс-шаралар, пәтер іс-шарасы бар, қару іс-шарасы бар. Соның арқасында қылмыстар біршама төмендеді. Полиция қызметкерлерінің еңбегі туралы айтатын болсақ, ол туралы көп. Бізде учаскелік полиция инспекторлары күндіз-түні дер кезінде шығып, қылмыстың алдын алып, сол мақсатта жұмыс атқарылып жатыр. Біздің жұмыс тек профилактика, қылмыстың алдын алу, болдырмау, болған қылмысты дер кезінде ашылып жатыр. Сол уақытылы хабарлар берілген арқасында тығыз халықпен тығыз байланыста. Сол себепті қылмыстың да ашылуы да жоғарылап, қылмыстың болуы төмендеді. Қазіргі уақытта атқарылған жұмыстардың нәтижесінде аудан аумағында 2021 жылдың қорытындысы бойынша жалпы қылмыстардың өткен жылдың қаңтар айымен салыстырғанда 17% төмендеген. Оның ішінде бұзақылық қылмыстар 6-дан 4-ке төмендеп, түсу көрсеткіші 33%-ді құрап отыр. Пәтер ұрлығы 31, тіркелу 55%-ға төмендеген. Жалпы өзгенің мүлкін ұрлау фактілері бойынша 2021 жылы 82 дерек тіркеліп, тіркелуі 38% төмендеген. Яғни, орын алған ұрлық қылмыстар ізін суытпай ашылуда деген сөз. Басқарма қызметкерлерімен 2021 жылдың басынан осы уақытқа дейін ұрлық қылмыстары бойынша бірнеше топтар құрықталып, олармен аудан көлеміндегі жедел профилактикалық іс-шаралар ұйымдастырылуда. Атап айтқанда, ауданға қарасты Қайнарбұлақ саяжайы, Қайнарбұлақ елді мекені, Достық мөлтек ауданында түрлі сипатта қылмыстардың алдын алу мақсатында профилактикалық шаралар жүргізілуде. Кешегі 15 күннен бастап осы біз Қаратау ішкі істер бөлімдерімен бірлесе отырып, еріктілер ретінде біз қазір түнгі сағат 11-ден 3-ке дейін жұмыс жасап жатырық. Енді қазір ондай қылмыс ешқандай орын алып жатқан жоқ. Ол мынау тұрғындардың ішіндегі қауесет сөздерге ешқайсысы сенбей, мына болып жатқан оқиғаға сеніңіздер. Қазіргі уақытта мысалы 13 қылмыс болса, оның 9-ы ашылып отыр. Қалғаны мына енді ашылады деп ішкі істер бөлімдері солай бізге. Полиция қызметкерлері күнделікті көшеде жүр қазір. Мысалы әр көшенің өзінің бекітілген полиция қызметкерлері бар. Барлығын танимыз, қоян-қолтық жұмыс жасалып жатыр олармен. Қазір соңғы кезде осы Қаратауский район РУВД-ның вообще не жерде патрульдер көбейді. Жақсы жүрді. Әйтпесе тойхананың алдында, жанымыздағы үйлер бәрі ашық жер еді. Ол жерде өңшең жастар, ішетіндер, шегетіндер жиналатын еді. Қазір енді патрульдер жүріп жатыр, бәрін қарап жатыр, қазір тыныш болып қалды. Соған біз рахметімізді айтамыз. Ато оның алдында негізі әркім ішетіндер, недер жүрген кезде көшеге шығуға қорқынышты еді. Үйге біреу келіп кете ма деп үрейленіп, әйтеуір бүйтіп отыратын еді. Қазір жақсы болып қалды. Соған бізге рахметімізді айтамыз. Өзім осы Достық
шағын ауданында тұрамын. Осы өткен айдың 11-іне біздің үйге ұрылар түскен болатын. Сол кезде ұрылар алып кеткен заттар болды, көптеген құнды заттар болды. Мен сағатым, телевизор, тағы да көптеген заттар болды. Мен өткен айдың 11 күні іс қозғалса, өткен айдың 20 күн ішінде, осы айдың басында, ол анықталып табылды. Мынау Қаратау аудандық ішкі істер полиция қызметкерлеріне рахмет. Осы Қайтпас елді мекені Мұхаммедқұл Исламқұлов көшесінде тұрам. Былтыр жаңа жыл уақытында біздің Opel 360 көс нөмірдегі машинамызды уғын жасап кетті. Сол учаскелердің арқасында қылмыскер ұсталып, машинамыз қайтарылды. Рахмет айтқым келіп тұр. 1,5 айдың ішінде табылды ғой тез. Алдыңғы жылы декабрьда ұры түскен үйге. Енді бір 1,5 айдың ішінде тапты. Участковый арқасында уголовный жігіттері бәрі тауып Енді ол соты болды, қамалды. Сол айтамыз. Жігіттерге рахмет, іздеп тауып жүргендер. Енді бір жағынан бесінде порядок болды не келіп. Патрульдер жүреді, не жүреді. Маскүнемдер азайды. Өздеріңізге белгілі, Қаратау ауданы аумағында жаңа мөлтек аудандар мен қалашықтардың салынуы тұрғындар мен келетін қонақтардың санының артуына әкеліп соғады. Демек, қарапайым халықтың қауіпсіздігі мен тыныштығын сақтау өте маңызды. Осыған орай орын алған қылмыстарды ізін суытпай ашу мақсатында Қаратау ауданы аумағында орналасқан көп қабатты үйлердің ауласында бейнекамера орнатып беру мәселесі қарастырылып жатқан туралы да ақпарат белгілі болды. Қазіргі таңда Қаратау ауданында жалпы 50 мыңнан астам жеке үйлер мен 950-ден астам көп қабатты үйлер бар. Біздің мақсат полиция құрылымы жұмысының тың беттерін көрсету еді. Ендеше елдік жолында атқарылар игі істер көп болғай.